Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін біз 100 күн өмір сүретін боламыз. Және де видеоны өткізбей соңына дейін көретін болыңдар. Біз де бүгін 25-ші күнге дейін өмір сүрейік, ал келесі күндері 100 күнге дейін, келесі бөлімдері 100 күнге дейін өмір сүретін боламыз. Ең бірінші мына тұрған тегін тамақтарды алып аламыз, және де өзімізге керекті заттарды істейміз. Тез осы жерде давивайт етіп алайық. Өзі де әдем жерден шыққан екенбіз. Енді біраз уақыт дамып алайық. Біз примерно 5 пен 15-ші күндерінде уже алмазный заводпен жүретін шығармыз. Енді бізге көп тамақ шлейғатты керек емес. Біз мына үйлердің ішін тонайық. Бұл жерде сандық жоқ екен, басқа үйлерді тексереміз. Мысалы, мына үйде сандық болуы мүмкін, әрине бар екен. Изумрудтар, 3 изумруд, осыларды алып аламыз. Тез біз шахта табуымыз керек. Бірінші осы ауылдың бәрін тонап бітейік. Шөптікке айналдырып алайық осыны. Так что, достар, видеоны өткізбей көріңдер. Сендердің көмек болады, зато маған сендердің видеоны өткізбей көргендерің керек. Менде сондай ютубта задание шығыпты. Мына сандықта қатты керекті ештеңе жоқ. Енді біз мына големді өлтірмей қояйық, қазір өзіміз өліп қалармыз. Енді біз осы жерден кетейік. Міне әдем жерге келдік. Заброшенный порталды көріп қалдым. Осы жерде заброшенный порталдың сандығы бар. Сандығында не бар екенін көрейік. Әрине бізге қатты керек емес, бірақ та пайдасы тиетін заттар. Біз енді шахта іздеуіміз керек барынша. Мына жақтарда шахта бар ма екен? Мына жерде әшейін үңгір. Ақыры дегенде достар, шахта таптым, пещера таптым. Осы жерден енді железаларды давивайт ететін боламыз. Тез железаларды давивайт етейік. Мен сендерге сөйлеп мазаларыңды алмайын, сендер видеоның кайфын көріп отыра беріңдер. Бізде дәл осындай пойыз жол бар екен. Осы жерде енді тонайтын боламыз. Осы жерден алмас тапсақ кайф болып кетер еді.
Бізде достар железалар әп-әдемі шығып жатыр. Қазір алмаздар да шығатын шығар. Қазір мына железаларды алып алайын. Міне алмаз. Енді біз осы алмаз железный кирка жасап сындыратын боламыз. Енді біз өзімізге керекті барлық заттар жасап алайық. Броняның бәрін жасадым. Енді бізге балта керек. Болды, осы заттарды қазір мен басқа алмаздармен істеп тастадым. Енді біз өзімізге ваза салуымыз керек. Осы жерде дайындап қойдым.
астын бәрін тақтаймен істейік. Мен тақтай түсіген жерімді көрсетпей-ақ қояйын. Енді осындайларды ағаштарды 4 қатардан қойып шығатын боламыз. Міне енді осындай проект үйдің енді қаңқасы деп айтсақ та болады. Сіздерде не дейді? Біз енді сүйекті қаңқа дейді. Өйстіп жасап алған болатынбыз. Енді өйстіп айнасын қойып, басын өйстіп басайтын боламыз. Үйдің ішін 3 комната қылайық. Келесі бөлімдерде 2-ші этажын істейміз. Және де портал атқа баратын боламыз. Үйдің ішін сөп тастаймын. Қазір мына жерлерді санап, үйдің бөлмелерін бірінші аяқтап аламын. Әне міне дегенше біз үйдің ішін бітіріп тастадық. Мына жерде өзіміздің
коллекциямыз. Мына жерде кішігірім жасыравайт ететін жер. Мына жерде өзімнің бөлмем, мына жерде склад, кішігірім склад. Біз енді даладан не істейміз? Әрине даланы біз қоршап қоюымыз керек. Әрбір базаның өзінің белгілі бір аумағы және қоршалған жері болады. Біз енді үйтіп тез 3х-пен тез көрсетіп жіберейін қалай істегенімді. Үйтіп арасын 3 қадам қылып істейміз. Достар, осымен видео аяқталды. Кім соңына дейін көрді, лайк басып, комментке жазып кетсін. Сау болыңдар, достар.